Сәлем достар, бүгінгі мастер-класста осы узорды жапырақ деген узорды тоқып үйренеміз. Ең бастысы схемасын анық түсініп алу керек, ары қарай жеңіл болады. Бұл узор 26 жіптен тұрады, бірақ мен образецке артығынан 2 жіп қостым, негізі 26 жіп. Мына узорды скриндап алсаңыздар болады, осымен тоқимыз қазір. 5 жіпті оң қылып тоқимыз. Мына оң жіпті былай аударып аламыз да, оң жаққа қарап тұратындай қысқартамыз. Енді бір воздушный петля жасаймыз. 3 оң қылып тоқимыз. Мына жіптерді былай аударамыз да, оларды да оң жаққа қарап қысқарту керек. Оң жаққа қарап тұру керек сонда. Қысқартып алдық. Енді 2 теріс. Бір воздушный петля жасаймыз. Мына жерден оң қылып тоқимыз. Енді мына жерден тағы бір воздушный петля жасаймыз да, 2 теріс тоқимыз. Енді мына сол жаққа қарап тұру керек. Сондықтан мына жіптерді былай аударып аламыз да, 2 жіпті қысқартамыз. Енді 3 оң тоқимыз. Бір воздушный петля жасаймыз. Енді мына жаққа, сол жаққа қарап тұратындай қысқартамыз. Енді 3 оң жіп тоқимыз да, ал 4-ші жіпті жай қосып алған соң, оны тоқимыз. Міне осымен бірінші қатарымыз аяқталды, ал екінші қатарды жай тоқып шығамыз узор бойынша. Екінші қатар теріс болған соң, ол жағын тоқып алдық, ал енді үшінші қатарда міне бірінші жіп тоқымаймыз. 3 оң жіп тоқып алдық. Енді мына 2 жіпті біріктіреміз да, оң жаққа қаратып қысқартамыз. Бір воздушный петля жасап алдық. Енді 3 оң қылып тоқимыз. 2 жіпті оң жаққа қаратып қысқартамыз. Екі теріс тоқимыз. Мына жерде тоқып алдық. Енді бір оң. Воздушный петля жасаймыз. Оң қылып тоқимыз. Тағы да бір воздушный петля жасап, оң қылып тоқимыз. Енді 2 теріс. Мына 2 жіпті сол жаққа қарап қысқартамыз. 3 оң жіп тоқимыз. Бір воздушный петля жасаймыз. 2 жіпті біріктіріп, солға қарайтындай қысқартамыз. Қалған жіптерімізді оң қылып тоқимыз. Бесінші қатардың бірінші жібін тоқымай шешіп аламыз да, 2 оң тоқимыз. Енді мына 2 жіпті оң жаққа бұрып қысқартамыз. Бір воздушный петля жасаймыз. 3 жіпті оң қылып тоқимыз. Енді мына 2 жіпті оңға қаратып қысқартамыз. 2 теріс. 2 оң. Енді бір воздушный петля, бір оң тоқимыз. Бір воздушный петля жасаймыз да, 2 оң тоқимыз. 2 теріс. Мына 2 жіпті солға қаратып қысқартамыз. 3 жіпті оң қылып тоқимыз.
Енді бір воздушный петля жасаймыз да, екі жіпті біріктіріп, солға қаратып қысқартамыз. Міне қалған жіптерді оң қылып тоқимыз. Осымен 5-ші қатар аяқталады. 7-ші қатарды бастаймыз. Бірінші жіпті тоқымай, екіншіні оң қылып тоқимыз. Енді мына екі жіпті біріктіріп, оң жаққа қаратып қысқартамыз. Бір воздушный петля жасаймыз. 3 оң тоқимыз. Міне 3 оң тоқып алдық. Енді мына екі жіпті біріктіріп, оң жаққа қаратып қысқартамыз. 2 теріс, 3 оң тоқимыз. Енді воздушный петля саламыз. Оң қылып тоқимыз. Тағы бір воздушный петля салып, 3 оң қылып тоқимыз. Екі жіпті теріс тоқимыз. Мына екі жіпті біріктіріп, солға қаратып қысқартамыз. 3 жіпті оң қылып тоқимыз. Бір воздушный петля жасаймыз енді. Енді мына екі жіпті біріктіріп қысқартамыз. Соңғы жіпті жай тоқи саламыз. 9-ші қатарды бастаймыз. Бірінші жіпті түсіріп аламыз да, мына екі жіпті солға қаратып біріктіріп қысқартамыз. Енді бір воздушный петля жасаймыз да, 3 оң қылып тоқимыз. Енді мына екі жіпті біріктіріп, оңға қаратып қысқартамыз. 2 теріс. Енді 4 жіпті оң қылып тоқимыз. Бір воздушный петля жасаймыз. Мына оң қылып тоқимыз центрдегі жіпті. Бір воздушный петля, 4 жіпті оң қылып тоқимыз. 2 теріс. Енді мына екі жіпті біріктіріп, сол жаққа қаратып қысқартамыз. 3 жіпті оң қылып тоқимыз. Бір воздушный петля жасаймыз да, мына екі жіпті біріктіріп қысқартамыз. Осымен 9-ші қатар аяқталды. 11-ші қатарды бастаймыз. Бірінші жіпті түсіріп аламыз да, 4 оң қылып тоқимыз. Енді мына екі жіпті оңға қаратамыз да, қысқартамыз. 2 теріс, 5 жіпті оң қылып тоқимыз. Бір воздушный петля жасаймыз да, оң қылып тоқып, тағы бір воздушный петля жасап, 5 жіпті оң қылып тоқимыз. 2 жіпті теріс қылып тоқимыз. Енді мына екі жіпті біріктіріп, солға қаратып қысқартамыз. Енді 3 жіпті оң қылып тоқимыз. Осымен 11-ші қатар аяқталады. 13-ші қатарда бірінші жіпті түсіріп аламыз да, 3 жіпті оң қылып тоқимыз. Екі жіпті оң жаққа бұрып қысқартамыз. Қысқартып алдық. Енді екі жіпті теріс тоқимыз. 4 жіпті оң қылып тоқимыз. Бір воздушный петля жасаймыз. Мына екі жіпті оңға қаратып, біріктіріп қысқартамыз.
Енді бір воздушный петля жасаймыз да, оң қылып тоқып, бір воздушный петля жасап, былай қысқартамыз тағы да солға қаратып. Тағы бір воздушный петля жасап, 4 жіпті оң қылып тоқимыз. Енді 2 жіпті теріс тоқимыз. Солға қаратып 2 жіпті қысқартамыз. Қалғандарын барлығын оң қылып тоқимыз. Осымен 13-ші қатар аяқталады. 15-ші қатар бірінші жіпті түсіріп аламыз да, 2 жіпті оң қылып тоқимыз. Енді 2 жіпті біріктіріп оңға қаратып қысқартамыз. Екі жіпті теріс тоқимыз. Енді мына 4 жіпті оң қылып тоқимыз. Бір воздушный петля жасаймыз да, 2 жіпті оңға қаратып қысқартамыз. Бір оң тоқимыз. Енді бір воздушный петля жасап, бір оң, тағы бір воздушный петля, бір оң, мына 2 жіпті солға қаратып қысқартамыз. Кейін воздушный петля жасаймыз да, 4 жіпті оң қылып тоқимыз. 2 теріс. Енді мына 2 жіпті біріктіріп, солға қаратып қысқартамыз. Қалған жіптерді жай оң қылып тоқи саламыз. Осымен 15-ші қатар аяқталды. 17-ші қатарда бірінші жіпті түсіріп аламыз да, бір оң, мына 2 жіпті оңға қаратып қысқартамыз. 2 теріс, 4 жіпті оң қылып тоқимыз. Бір воздушный петля жасаймыз. Оңға қаратып 2 жіпті қысқартамыз. 2 оң қылып тоқимыз 2 жіпті. Бір воздушный петля жасаймыз да, оң қылып тоқимыз. Тағы бір воздушный петля жасап, 2 оң қылып тоқимыз. Мына 2 жіпті солға қаратып қысқартамыз. Бір воздушный петля жасап, 4 жіпті оң қылып тоқимыз. 2 жіпті теріс қылып тоқимыз. Мына 2 жіпті біріктіріп, солға қаратып қысқартамыз. Соңғы жіпті жай тоқи саламыз. Осымен 17-ші қатар аяқталады. 19-ші қатардың бірінші жібін түсіріп аламыз да, 2 жіпті оңға қаратып қысқартамыз. 2 жіпті теріс тоқимыз. 4 жіпті оң қылып тоқимыз. Бір воздушный петля жасаймыз да, 2 жіпті оңға қаратып қысқартамыз. 3 жіпті оң қылып тоқимыз. Бір воздушный петля жасаймыз. Оң қылып тоқимыз. Тағы бір воздушный петля. 3 жіпті оң қылып тоқимыз. 2 жіпті біріктіріп, солға қаратып қысқартамыз. Бір воздушный петля тоқимыз. Енді 4 жіпті оң қылып тоқимыз. 2 жіпті теріс тоқимыз. Соңғы жіптерді оң қылып тоқимыз. Осымен 19-ші қатар аяқталды. 21-ші қатарда бірінші жіпті түсіріп аламыз да, екінші жіпті оң қылып тоқимыз. Бір воздушный петля жасаймыз. 2 теріс. 2 жіпті тура видеодағыдай енді солға қаратып қысқартамыз. Қысқартып алдық. Енді 3 жіпті оң қылып тоқимыз. Бір воздушный петля жасаймыз.
Енді мына екі жіпті тура солай солға қаратып қысқартамыз. Міне енді бұл жіптің барлығы солға қарап тұру керек. Енді 7 жіпті оң қылып тоқимыз. Міне 7 жіпті тоқып алдық. Енді мына екі жіпті оң жаққа қаратуымыз керек. Ол үшін былай бұрып аламыз жіптерімізді. Тура осы видеодағыдай тура осылай қысқартамыз. Бір воздушный петля жасаймыз. Міне 3 жіпті оң қылып тоқимыз. Жіпті оң қылып тоқып алдық. Енді мына екі жіпті тура солай оңға қаратып қысқартамыз. Екі теріс, соңғы жіпте мына жерде воздушный петля жасаймыз. Екі терістен енді қалғандарын оң қылып тоқи саламыз. Осымен 21-ші қатар аяқталады. 23-ші қатардың бірінші жібін тоқымай түсіріп аламыз. Екінші жіпті оң қылып тоқимыз. Бір воздушный петля жасаймыз да, бір оң қылып тоқып, екі теріс тоқимыз. Енді мына екі жіпті біріктіреміз да, солға қаратып қысқартамыз. 3 жіпті оң қылып тоқимыз. Бір воздушный петля жасаймыз. Екі жіпті солға қаратып қысқартамыз. Енді 5 жіпті оң қылып тоқимыз. Екі жіпті оңға қаратып қысқартамыз. Бір воздушный петля жасаймыз. Енді 3 оң қылып тоқимыз. Екі жіпті оңға қаратып қысқартамыз. Екі теріс қылып тоқимыз. Бір оң қылып тоқимыз да, бір воздушный петля саламыз. Екі жіпті оң қылып тоқимыз. Осымен 23-ші қатар аяқталды. 25-ші қатарда бірінші жіпті түсіріп аламыз да, бір оң тоқимыз. Бір воздушный петля жасаймыз да, екі оң тоқимыз. Екі теріс. Екі жіпті солға қаратып қысқартамыз. 3 жіпті оң қылып тоқимыз. Бір воздушный петля жасаймыз. Енді екі жіпті сол жаққа қаратып қысқартамыз. 3 жіпті жай оң қылып тоқимыз. Енді мына екі жіпті оң жаққа қаратып қысқартамыз. Бір воздушный петля жасаймыз да, 3 жіпті оң қылып тоқимыз. Екі жіпті оң жаққа қаратып қысқартамыз. Екі жіпті теріс тоқимыз. Екі жіпті оң қылып тоқимыз да, бір воздушный петля салып, екі жіпті оң қылып тоқимыз. Осымен 25-ші қатар аяқталды. 27-ші қатар бастаймыз. Бірінші жіпті түсіріп аламыз да, бір жіпті оң қылып тоқимыз. Бір воздушный петля саламыз да, 3 оң қылып тоқимыз. Екі жіпті теріс тоқимыз. Енді мына екі жіпті сол жаққа қаратып қысқартамыз. 3 оң жіпті тоқимыз. Бір воздушный петля саламыз да, мына екі жіпті қысқартамыз. Бір оң тоқимыз да,
мына екі жіпті оң жаққа қаратып қысқартамыз. Бір воздушный петля саламыз. Үш жіпті оң қылып тоқимыз. Екі жіпті оң жаққа қаратып қысқартамыз. Енді екі теріс тоқимыз. Үш жіпті оң қылып тоқып, бір воздушный петля саламыз. Қалғанын екі оң қылып тоқимыз. Осымен аяқталады. 29 қатардың бірінші жібін түсіріп аламыз да, бір оң тоқимыз да, бір воздушный петля салып, төрт жіп оң қылып тоқимыз. Екі теріс. Енді мына жіптерді сол жаққа қаратып қысқартамыз. Үш жіпті оң қылып тоқимыз. Бір воздушный петля жасаймыз да, мына үш жіпті қазір біріктіріп қысқартамыз. Тура видеодағыдай осылай қысқартамыз. Міне үш жіпті біріктіріп қысқартып алдық. Енді тағы бір воздушный петля саламыз да, үш жіпті оң қылып тоқимыз. Мына екі жіпті оңға қаратып қысқартамыз. Екі жіпті теріс тоқимыз. Төрт жіпті оң қылып тоқимыз. Бір воздушный петля саламыз да, екі оң қылып тоқимыз. Осымен 29 қатарымыз аяқталады. 31 қатар бастаймыз. Бірінші жіпті түсіріп аламыз да, бір жіпті оң қылып тоқимыз, воздушный петля саламыз. Енді 5 жіпті оң қылып тоқимыз. Екі теріс. Енді мына жіптерді қысқартамыз. Сол жаққа қаратындай. 7 жіпті оң қылып тоқимыз. Жеті жіпті тоқып алдық. Енді мына екі жіпті оң жаққа қаратып қысқартамыз. Екі теріс. 5 жіпті оң қылып тоқимыз. Бір воздушный петля саламыз да, екі жіпті оң қылып тоқимыз. Осымен 31 қатар аяқталды. 33 қатардың бірінші жібін түсіріп алдық. Екінші жібін тоқимыз оң қылып, бір воздушный петля саламыз да, мына екі жіпті сол жаққа қаратып қысқартамыз. Енді тағы бір воздушный петля саламыз да, төрт жіпті оң қылып тоқимыз. Төрт жіпті тоқып алдық. Енді екі теріс. Енді мына екі жіпті біріктіріп, солға қаратып қысқартамыз. 5 жіпті оң қылып тоқимыз. 5 жіп тоқып алдық. Екі жіпті оң жаққа қаратып қысқартамыз. Екі жіпті теріс тоқимыз. Төрт жіпті оң қылып тоқимыз. Бір воздушный петля саламыз. Екі жіпті біріктіріп, оңға қаратып қысқартамыз. Тағы бір воздушный петля саламыз да, екі жіпті оң қылып тоқимыз. Осымен 33 қатар аяқталады. 35 қатардың бірінші жібін түсіріп аламыз да, бір оң тоқып, бір воздушный петля жасаймыз. Бір оң тоқимыз. Енді екі жіпті біріктіріп, сол жаққа қарап қысқартамыз. Бір воздушный петля жасаймыз.
4 жіпті оң қылып тоқимыз. 2 жіпті теріс тоқимыз. Енді мына жіпті 2 жіпті біріктіріп, сол жаққа қарап қысқартамыз. 3 жіпті оң қылып тоқимыз. 2 жіпті біріктіріп, оң жаққа қаратып қысқартамыз. 2 жіпті теріс тоқимыз. 4 жіпті оң қылып тоқимыз. Бір воздушный петля жасаймыз да, мына 2 жіпті біріктіріп, оң жаққа қаратып қысқартамыз. Бір жіпті оң қылып тоқимыз да, бір воздушный петля жасап, 2 жіпті оң қылып тоқимыз. Осымен 35-ші қатар аяқталды. 37-ші қатарда бірінші жіпті түсіріп аламыз да, бір оң қылып тоқимыз, бір воздушный петля жасаймыз да, 2 оң қылып тоқимыз. Енді мына 2 жіпті біріктіріп, сол жаққа қаратып қысқартамыз. Бір воздушный петля жасаймыз да, 4 жіпті оң қылып тоқимыз. Енді 2 жіпті теріс тоқимыз. 2 жіпті сол жаққа қаратып қысқартамыз. Бір оң қылып тоқимыз. Енді мына 2 жіпті оң жаққа қаратып қысқартамыз. 2 теріс. 4 жіпті оң қылып тоқимыз. Бір воздушный петля жасаймыз. 4 жіп тоқып алдық, енді бір воздушный петля жасаймыз. 2 жіпті біріктіріп, оң жаққа қаратып қысқартамыз. Енді 2 жіпті оң қылып тоқимыз да, бір воздушный петля жасаймыз. 2 жіпті оң қылып тоқып аяқтаймыз. Осымен 37-ші қатарымыз дайын болады. 39-ші қатарымыздың бірінші жібін түсіріп аламыз да, тоқымай. Бір жібін оң қылып тоқимыз, бір воздушный петля жасаймыз да, 3 жіпті оң қылып тоқимыз. 3 жіп тоқып алдық. Енді мына 2 жіпті біріктіріп, сол жаққа қаратып қысқартамыз. Бір воздушный петля жасаймыз да, 4 жіпті оң қылып тоқимыз. 2 жіпті теріс тоқимыз. Ал мына видеода көрсеткендей қазір 3 жіпті біріктіріп қысқартамыз. 3 жіпті біріктіріп қысқартып алдық. Енді 2 теріс тоқимыз. 4 жіпті оң қылып тоқимыз. Бір воздушный петля жасаймыз. Мына 2 жіпті біріктіріп, оңға қаратып қысқартамыз. Енді 3 жіп оң қылып тоқимыз да, бір воздушный петля жасап, 2 жіпті оң қылып тоқимыз. Міне осымен узорымыз толығымен аяқталды.